Асан қайғы. Ассалому алейкум. Овода асан қайғы түрмегі. Пайғамбарыбызға аға Алланың саламды болары болсын. Жоқшылықтың айынан балдар ашқа қалып, жетеп мұқырап айласы кеткен пенде жардам сұрап келеді. Мұқтаждықтың айынан ешік жыртқан адамдарды құр қол қайтарбаған Алланың елшісі аға Алланың саламды болары болсын. Қайыр сұрап келгенден чымыр мүчө тың келбетіне көз жүгіртіп, бұл жарықшылықта бардық мақұлық, жан-жаны бар, бақтарақтардың ар бірінен өз вазипасы, атқара тұрған милдеті болады. Алты мүчөсінің бірінен ажыраған мұнжы, мұқтаждықтың айынан қайырчы болса жарашады. А сен, деп, аға сапталған балта сунат. Мұны менен тоодон отын чағып алып, базарға алып барып сатып, андан түшкен пайдаға балдарыңды бақ деп насаат айтады. Осол пенде отынчылық менен ирденіп, бала чақасын бағып, ел уызын алынған Сақауа атығып кеткен екен. Борбор қалауыз Бишкекте, екінші борбор атыққан осты, мейлі машине, мейлі киім кече, мейлі жасылча жеміс базары, мейлі ашқана кафе, мейлі банктарда, мейлі ири супермаркеттерде болсын. Айтор бардық еле ел қотылып, көп жүрген жерлерде қычырап киініп алып, кимдир біреулер үшін жардам сұраған жаштар көбейді. Алардың көпчілігі чөнтөгінің күбөлігі суырып шығып, мөр басылған фонд қағазын, мұқтаждарын сүретін көргізіп, же ол болса дудық сымал қол жаңсап түшіндіруге әрекет қылышады. Атүгіл шаардың жаққа беліндегі айылдарға жеңіл машинелерменен жетіп барышчы болды. Илгері біз бала чақта сүт, май, ет үшін деп тыйын топтаған колхоз-сапқоздың ат минген финагенттері болар эле. Аларды орысчаға тілі келбеген кемпір-чалдар пинангиттер деп қойышчу. Құдым сол пинангиттер сымал қыз жігіттер жеңіл машина менен барып, көчөмө-көчө, үй-мөй түрө қыдырып, ақ қағазға қол қойдырып, ақша сұрашады. Бет маңдайда көз салып тұрған қосынасынан уялған үйесі тыйын бергенден тартынып, қағаз ақша ұзатады. Bir күні кечіндесе үйге Жапалақ айылынан Салы Бұрханов атты 80 жастағы ақсақалы келіптір. Ол жуай, бұл шаарга чет өлкөдөн келген волонтерге окшоп, ортомчулук кылып, кайырчылык менен алектенген жаштар толуп кетиптир. Менден bir урукчан аялга жардам бериңиз деп сураганынан бирөөнө 100 сом, дагы башкасына 20 сом бердим. Тоо, тили bir ширин экен, көздөрү каканактап, тилин безбелдектей сайратып жатып, bir замат деле баягы шугулдаган неме 5-6 онун акча өнүп алды. Анан менде bir ой келди. Кыргызстанда азыр кол телефон көтөргөндөр 4 миллион экен. Мамлекеттик деңгээлде bir фонд ачып, ошол компаниялар менен сүйлөшүп, ай сайын 10 сомдон акча берип турсак, оңор акча болмок эмес. Ушуну элге жеткирип койсоң, ошондо биздин кайырчы жаштардан кутулат белек. О, илгери согуш маалында да мындай болгон эмес деп, жан күйгүзө сүйлөп, түтөп кетти. Баса, дуана демекчи, о, баягы халифа Харун ар-Рашидтин доорунда bir данышман Бахлул аттуу дуана жашап өткөн экен. Дуана фарс тилинде түпкү мааниси ой калчаганы, элден бөтөнчө акылман дегени. Так айтканда жинди деген эле сөз. Харун ар-Рашид шаардын чогортосунда Бахлулдун дагы bir дуана менен маектешип турганын көрүп калып, бу биздин шаарда эки өңүрдөн башка дуана калган жок. Эми экөөңдү өлтүрүп, Багдадты дуаналардан түп тамыры менен арылтмакчымын деп тамашалайт. Анда Бахлул дуана, экөөбүздү өлтүрсөң, дуан аттуудан шаарда жалгыз өзүң эле каласың. Эгерде дуан аттуудан биротоло арылгың келсе, анда өзүң да биз менен кошо о дүйнөгө узап кете беришиң керек. Сен жок болсоң, анда дуанасыз калган өлкө орду түбү менен оопа болот. Эгер билсең, бул дүйнөнү сага окшогон аз сандагы апенди дуаналар кармап турат билгенге деген экен.
Айтарым, muhtajlarga жардам колун суна турган дүйнөсү түгөл, байлыгы мол инсандар. Керек болсо өйдө дөбөк, ылдыйда жөлөк боло турган өлкөсү, мамлекеттин, элдин эртең үчүн жооп бере турган президенти бар. А силер muhtajlarga жардам колун сунмуш болуп, жаман адат менен алектенгенден оолак болгула. Эсиңер бар да, этегиңерди жапкыла. Деги качан кыргыз баласы Манас тукуму дубана тыгып, кайырчылык менен алектенчү эле. Саламатта калыңыздар.